ташты пайманда шурт бүдірі маңнан ыстығы барша. Бұқтыр прай ал шөптерін алза 6 тонн азыра тұра тимге сығарылған. Алай бә 9,000 квадратный метр шурт тұзалынысқа керілген. Пөлде бүдірік сейіні қызырлы бенже. Ең көп 9 аймақ кәнінде таштыпты апарылша. 5-6 жылының арасына Алтынзар Хысарында саңай бір микрорайон өспарды. Анды өнінде шитер шуштапша. Бұна да әже бабалар шылызып, олғынарға ойны жаң орын пөтірсіларға шарадық алып сқанар. Прай 9-ды өменің пос көзінің идерге шөпті салғанар. Бүдірік материалын тайғыдың сығарары өдек ал шуштағжыларының иңніне артылған. Ал шөбі ұзыны ийлік жалба 40 метр шер таңмалы берген. Керек пүшіктер иділген. Мында кішік футбольный площадка болар, футбол ойнайын жер. Аның волейбол ойнайын жер болуға керек тіпс, ақчапс. Ағыстыр отыртыпс, пүл маңынан мапс, шас қызын ағыстыр отыртыпс. Базы құмлық жер ойнайын, ең кішік балаларға құмлық жер ойнайын бар болар. Ал шөбінің ақшанан полыс бержан оңдайы көпірен емес. Орындағы бюджеттің шебірге 5,000 салковай желеңместер база қолазаға күз кержан тренажерлар тұрғызарға берілген. Аны үйдек алдағы темір қапыстыр жаңғыстар бос көгінінен итпергенер. Ақшы өнінде бүдірік материалын алы қорадылған. Менің үш кішік балы площадка бүдішкен доға мағыт балардың ойны жеңшері болар, ұрық қажылары бері шүргістір. Шылық тұсты ал чұқтағы жылары по ашықты олғынырға марық байрамдар иштіртұрарға сақытчалар. Еже бабаларға да шылызарға шәрер болар. Бір сөзінен мұнды микрорайонның культура база спорт чұқтазының кіні болар. Балар пістих мұнды ойнерлер жүрерлер анарты сақчым бұзуқ қайрылерпс, сырлерпс, аның көрерпс. Бұз қолдың елілген немі пістензі, анарты сақчым бұзу-бұзуқ көржен боларпс. Аймақ кінінде база бір проект чұқтызға керішші. Ол бүдірік алының таштып соғының оңжарындағы жардығында көріп барған. Қажында 2-ші школадан тоғыр олған площадказа болған. Амды ол бүкіліздің начылып барар. 400 квадратный метр жерде амға тұстың прай керексеністерін санға алып, олғанарға ойны жаң орын бүдіріп барар. По 9 жоның чұқтызын город оңдайларына келістірейдер қазына программазы қостыра етілші.